Ахмет ибн Мискиннің хикаясы. Хижраның 219 жылы болатын. Мен Бағдатта едім. Әйелім және кішкентай ұлым бар. Үйімде тіске басатын дән жоқ. Аштықтың азабына ұрындық. Таршылыққа ұшырадық. Үйім күйіп тұрған Сахараның дәл өзі сияқты. Аштықтан әйелім жылай бастады. Оған балам қосылды. Қиналғаным соншалық, үйдің ағашын кеміруге шақ қалдым. Содан ойыма келгені, үйіңнің ағашын жей алмайсың, одан да сатып ақшасын жемейсің бе? Үйімді сатуға ниет қылдым. Оны сату маған өз терімді сыпырып тастағанмен бірдей еді. Қатты қиналдым. Қайғырғаннан түнде ұйықтай алмадым. Түннің соңғы бөлігінде тұрып, мешітке келіп намаз оқыдым. Алладан ризық сұрадым. Осы халде таң намазына дейін болдым. Одан соң жамағатпен бірге таң намазын өтедім де, артынан екі қолымды көтеріп, аса қамқор, мейірімді Алла, кембалдығымның дінімде болғаннан сенен пана тілеймін. Сенен мені сабырым арқылы жөндейтін пана тілеймін, және тағдырыма риза болуымды тілеймін. Сенің тағатыңа қуат, бұйрықтарыңа ризалық тілеймін. Я Рахман Рахим дедім. Тағы біраз уақыт отырдым. Күн шығып, сәске уақыты кірді. Мешіттен шықтым да, үйімді сатып алатын адам іздестірдім. Үйім сатылса, бірнеше күннен бері нәр татпаған әйелім мен баламды тамақтандырамын. Қиналып келе жатып, көптен танитын досым Әбу Насыр ас соятты кездестірдім. Оған: «Ей, Әбу Насыр, мен үйімді сатпақпын. Тұрмысым тарылып кетті. Әйел, балам көптен бері аш. Үй сатып алатын ешкімді білмейсің бе? Маған қарыз тауып берші, үй ішімді тамақтандырайын. Үй сатылса, ақшаңды қайтарамын», дедім. Ол: «Жағдайың осынша қиындап кеткені ме?» деді. «Иә, дәл осылай болып тұр. Ендеше мынаны ала тұр. Ішінде шейхтің берекесі дарыған зат бар», деп маған қолындағы ораулы затты ұсынды. Ашып қарасам, ішінде 2 тілім нан, аз ғана халуа бар екен. «Осыны ал да үй ішіңді тамақтандыр. Мен үйіңді сатып алатын, немесе қарыз ақша беретін біреуді қарастырайын», деді. Досыма ризашылығымды білдіріп, одан шейхтің берекесі не деп сұрадым.